әңгімеде шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттерді таба білу. Қазір топқа бөлеміз. Бірінші топқа Рухани, Санжар, Жандос, Исмаил, Ару. Барлығын шығамыз. Ерғай шығамыз. Барлығымыз. Топқа бөлеміз. Мына жерде көрсетіліп тұрған топтарға бөлеміз. Бірінші топ, екінші топ, үш, төрт. Бірінші топқа Рухани, Санжар, Жандос, Исмаил, Ару отырады. Екінші топқа Айсере, Ахмет, Оразбек, Қарақат, Серікбол отырады. Үшінші қатарға Ақмарал, Сұлтанбек, Мағжан, Пияз, Раяна отырады. Төртінші топқа Аяна, Айқаным, Нұрберген, Алшын отырады. Кезекті ұсталдар кәнеке отырады. Алдарыңызда сұрақтар бар. Қожа не себепті жантасты мұрнынан шертті? Иә, айта ғой. Себебі жантас менде лагерге билет бар деп мақтайды. Жақсы, дұрыс па балалар? Иә. Бір асықпен бағалаймыз. Келесі сұрақ. Майқанова неліктен қожаға таңырқап қарады? Иә, айта ғой. Майқанова өйткені қожаның есікті тас етіп жауып, сосын есікті қатты ашқан үшін таңырқап қарады. Дұрыс па балалар? Иә. Жақсы, олай болса біраз. Келесі. Келесі сұрақ қараймыз балалар. Қожа таңертең қайда келе жатты? Оған кім ұшыраса кетті? Иә? Айта ғой. Ертең ол мектептің спорт залына барды, оған жантас ұшырады. Дұрыс па балалар? Иә. Жақсы, біраз тыңдала ғой. Жақсы, олай болса, бүгін біз кіммен танысамыз? Кіммен кездеседі? Майқанова апаймен. Кәнеке бәріміз назарымызды бейнеге қараймыз, бейне фильмге. Қожа арыстандай батыл, оның қиялы ұшқан құстай еркін. Салыстыру суреттеу кейіпкерді немесе заттың бір қасиетін басқа бір затпен, адаммен, құбылыспен салыстыра көрсету. Қарама-қарсы суреттеу белгілері бірақ, алайда, дегенмен, бірде-бір, кейде сөздер қолданылады. Кейіпкердің екі түрлі мінезі қатар беріледі. Мысалдар: қожа тентек, бірақ жүрегі таза. Ол бірде тыңдайды, бірде тыңдамайды, кейде тәртіпті, кейде бұзық. Қарама-қарсы суреттеу кейіпкердің мінезі мен іс-әрекетін бір-бірімен қарама-қарсы қырлар арқылы көрсету болып табылады. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Оған ешкім сене де қоймас. Сенсең
Рахманов ағай ғана сенер. Ол бәрін де біледі. Жұрттың бәрінің жан дүниесін түсінеді. Шіркін-ай, барлық адам баласы осындай болса, өмір тіпті тамаша. Жоқ. Ертеңнен бастап тербек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Қолды қол, әйтпесе көкіңді таңдап. Салыстыра суреттеуді кейде өзін арыстандай батыл сезінеді. Жақсы, дұрыс па балалар? Қарама-қарсы суреттеуді ол тентек болғанымен жүрегі таза әділетсіздікке төзе алмайды. Бірде тыныш отырып тыңдайды, бірде қиялына еріп айналасын алаңдап кетеді. Қожа бірде үлкенше ойлап сөйлесе, бірде балалық қылығын жалғастырады. Жақсы, дұрыс па балалар? Бірінші топтың жауабы. Келесі екінші топ. Айнасы салыстыру тапсырмасы. Қожа тентек болғанмен шыншыл, жантас тәртіпті көрінгенмен кейде әртілессіз. Қожа батыл, жантас сақ. Қожа шыншыл, жантас қу. Апай бол. Жақсы, қанаттарыңыз балалар, дұрыс па жауабы? Жақсы, біраз күтпен. Аяқта шығармашылық тапсырма. Аяқта шығармашылық тапсырма төмендегі сөйлемдерді мәтіндегі қожа бейнесінде сүйеніп, салыстыра немесе қарама-қарсы суреттерді қолданып сөйлемді аяқтаңдар. Қожа кейде батырдай батыл, кейде тыңдайды, кейде тыңдамайды. Қожа тентек болғанымен жүрегі таза. Оның мінезі ақылды тентек, кейде тыңдамайды, кейде тыңдайды. Қожа бірде жауапкершілікке сезінсе, кейде мұғалімге қарсы шығады. Автор қожаның бейнесін жақсы, қожа ақылды тентек, арыстандай батыл арқылы ашады. Жақсы, қанаттарыңыз балалар? Дұрыс. Жақсы, тапсырмасы төртінші топ. Дұрыс па, тапсырмасы. Қожа тентек болғанмен жүрегі таза, әділдік жақсы көреді. Бұрыс. Дұрыс па балалар? Келесі. Қожа тәртіпті оқушы емес, мінезі күрделі, қайшылықты кейіпкер. Бұрыс. Дұрыс па балалар? Жақсы, келесі. Автор қожаны тентек, бірақ шыншыл, бұзық, бірақ әзіл етіп көрсетеді. Дұрыс. Жақсы. Қожаның тентектігі оның балалық мінезі, ол жамандықты әдейі көрсетеді. Дұрыс. Қарама-қарсы мінездері арқылы қожа өмірге жақын шынайы бейне ретінде көрінеді. Дұрыс. Қожа кейде жауапкершілік алады, әсіресе достарымен әділдік мәселеде. Бұрыс. Жақсы. Қанаттарыңызда бала жауабына? Жақсы, олай болса, бір асыл береміз. Сиріктеу сәтінде біздер қожаның алғағын назарымыз балалар. Thank you.
балдай дәрім салқын саман баурайларың саялаған ол туған жер сағындырған сыр жайнауын армасың ата қоныс жасыл мекен тұманың күнмен сенің қасыңда өтім сыр жайнауын басқаның жері yoğun ne қыламын жері yoğun өзімді қасымда екен сыр жайнауын самал бұлақ балдай дәрім салқын самал балдайлам саялаған ол туған жер сағындырған сыр жайнауын жадырып жұтпайыншы тал самалын қоседі ғой сағана жақсы олай болса келесі біздің тапсырма көшейік келе жатырма алдарыңызда комикс бар мінекей қараңыздар комикстің сурет әдісі бар тапсырма осы көрсетілген комикстерді суреттеу керек балалар барлық топ белсенді қатысамыз жырға бөлек таңа тұрғын әкеледің шын ниетіммен құттықтаймын жарайсың азаматсың рахмет құттықтаймын күнің бәрекетті Енді қалайда сенімдерін ақтарып. Бұл шыным. Сіздің басында не бітірмексің? Кеттік балық аулауға. Мен тамаша жер таптым. Міне, ал балығы бар ғой, мынандай ал. Екеуміз балық аулауға көлге барайық. Әрине, қожа, балық аулаған балығымызды да от жағып пісіріп жемейміз. жақсы келесі Сұлтанбек. Менің атым қожа, менің атым өзіме ұнамайды. Жантас қожаны мазақтағаннан кейін мұнымнан шетті. Толық атым қожа берген. Жантас, мен сені сазайынды тартырамын, сен шектен шықтың. Сен үй жұмысыңды жазып жатырсың ба? Әрине, анашым. Мен жүрегі таза қожамын. қатты дауыспен оқы Менің атым қожа, жүрегі таза қожамын. Жантас пен қожа. Кешірсем ба? Майқанова апайдың сүмкісіне бақа сал. Майқабына апайдың сүмкісіне бақа салма. жақсы Қожаның балыққа баруы, Ақбозауым Жанардың үйіне қарай қаш. бағалаймыз алдарыңызда бекіту тапсырмасы сигналды карточкалар алдарыңызда осы сигналды карточка арқылы салыстырмалы сипаттау және қарамағысы сипаттау
естігенде басқа балалардың аттарымен салыстыра ойланады. Салыстырмалы. Сипаттау. Жақсы. Жақсы. Келесі, ол өзін кейде үлкен адамдай байсалды, кейде баладай аңғалдай сезінеді. Иә? Иә? Қарама-қарсы сипаттау. Жақсы. Бағалаймыз. Асқарқылы. Келесі, қожа тентек болып көргенмен іште әділ болуды қалайды. Иә? Қандай? Қарама-қарсы сипаттау. Жақсы. Бағалаймыз. Қожа бірде батыл әрекет етсе, бірде өз ісіне өкінеді. Салыстырмалы. Топқа да береміз. Жақсы. Келесі, жантасты тәртіпті мінезі қожаның тентектігімен қарама-қарсы суреттеледі. Қарама-қарсы. Дұрыс. Келесі, қожа өз мінезін өзгелермен салыстырып, кемшілігін түсіне бастайды. Жақсы. Бағалаймыз. Енді балалар сабақтың соңына да кетіп қалды. Кері байларымыз. Білесіздер, кері байларымыз. Бүгінгі сабақты қалай түсіндіңіздер? Түсіндім. Жасыл түсті, сұрағым бар. Түсінбедім. Кері байланыс жасаймыз, балалар. Кері байланыс. Кері байланыс. Жақсы. Келесі. Шағым бар.